Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгінгі видео сабағымызда бітірушілердің мәліметтерін толтыруды үйретемін. Картотекаға басамыз бірінші, содан кейін обучающийся таңдаймыз. Обучающийся статусқа выпускник деп қоямыз. Өйткені статуста выпускник болып тұр олар. Приказбен выпускник деп шығарып жасадық. Содан кейін выпускниктің тізіміне енеді студенттер. Приказ жасағаннан кейін. Приказ жасамасаң, сонда выпускниктан бітірушілердің шықпайды. Енді ары қарай мысалға мына выпускниктің мәліметтерін былай толтырамыз. Сведение о трудоустройстве выпускника деген жерде міне трудоустроен таңдаймыз осы жерден. Осылай келесі бетте толтыра береміз. Міне типа организация, куда трудоустроен. Осының бәрін толтырып сақтаймыз. Келесі толтыратынымыз ол менюда данные о диплом выпускника деген бар. Соған басасыз. Оған басқан кезде міне сол студенттің диплом туралы протокол номері, дата протокола, серия диплома, дата выдачи, регистрация номері. Сосын мына жерде на казахском дателем падежи деген жерде дипломға түседі. Бұл аты жөні мына жерде. Мысалға Абдумуратова Маржан Дарябай қызына деп жазылады. Дипломда жазылады ғой, беріледі деп. Абдумуратова Маржан Дарябай қызына беріледі деп жазылады. Сол сияқты мына жерге солай жазу керек. Орысшада Абдумуратовой Маржане Дарябай қызы деп тұр. Бұл жерде осылай қала береді. Сөйтіп жазу керек. Осы үш неге осылай жазады. Сосын сақтайсыз. Егер де біреуінде толмай қалса, онда сақталмайды, ошибка болады. Осымен сабағымыз бітті. Келесі көріскенше.